Сәлем балалар, қазақ тілі 2-ші сынып, 28-ші сабақ. Тақырыбы дауыссыз ұл мен р. Ұл, р әріптерінің жазылу емлесін білесің. Дерек көздерде мәлімет табуды үйренетін боласың. 40-ші жаттығу. Әкем маған ата тегімнің аты жөнін үйретуші еді. Кімнің баласысың деп сұрайтын ол. Мен Момыштың ұлымын. Момыш кімнің баласы? Момыш Имаштың баласы. Осылайша 7 атаға дейін жетелеп отырып санатады. Ал келген қонақ елдің алдымен атымды сұрайтын. Сонан соң мен 7 ата жөніндегі біліміме риза болатын. Маған жылы лебіздерін білдіретін. Мәтін не туралы? Мәтін Бауыржан Момышұлының 7 атасын білуі туралы. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің айтылуымен жазылуын салыстыр. Риза, лебіздерін. Оның әкесі қандай адам болған екен? Дана, патриот, намысшыл адам болған екен. Яғни әкесін тартқан, Бауыржан да өскенде соны намысшыл, өз отанын сүйген, халқын сүйген, ер азамат, батыр ата, жазушы ата деп айтамыз. 7 атаның балалар біліп алыңдар, әркім өз 7 атасын білу керексіңдер. 7 ата деп әке, бала, ата, арғы ата, баба, түп ата, тек ата. 41-ші жаттығу сөздерді көшіріп жаз. Лашын, лебіз, лайық, лезде, лағыл, рең, рәсім, разы, рауғаш, раушан. Сөз басындағы лр дыбыстарының айтылуына назар аудар. Осы сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал дейді. Енді сөздердің айтылуы сол жақта және сөздердің жазылуы. Енді әрбіріне жеке-жеке мағынасын айтатын болсақ, лашын деген сұңқар құс, қыран құс, лебіз тілек, лайық сол іске нақты болу, лезде жылдам тез деген, лағыл деген асыл тас, рең түр, рәсім әдет ғұрып салт дәстүрдің көрінісі, разы ризашылық, рауғаш өсімдіктің тегі, ал раушан болса гүл екен, оның барлықтарын білесіңдер. 42-ші жаттығу. Мақалдарды оқып көркем жаз. Еңбек түбі рақат, жомарт, қолға аспандағы лашын қонады. Сөздердегі лр әріптерінің асын сызасыңдар балалар, және олардың айтылуымен жазылуына мән беріңдер. Рақат, рақат, лашын, лашын. Сөз басындағы лр әріптерінің алдынан естілгенмен олар жазылмайды. Лақ, лағыл, рет, рас. Балалар осы туралы лр дыбыстар туралы шағын видео көріп алыңдар. Шығармашылық үзіліс. 43-ші жаттығуда сурет бойынша әңгіме құрасты. Балалар, біз кімдерді көріп тұрмыз? Бір үйдің отбасын көріп тұрмыз. Енді оларға әңгіме құрастырайық. Суретте бір отбасының күнделікті өмірі суреттелген. Атасы домбырасын шертіп, күй тартып отыр. Әжесі немерелеріне киім тоқып беруде. Анасы өз жанұясын дәмді кешкі ас әзірлеуде. Ұлы мен әкесі шахмат ойнады. Отбасы мүшелері пайдалы іспен айналысып отыр. Балалар, өздерінің үйліштеріңді отбасыларында кім немен айналысады екен? Оны да өздерің ауызша айтып кеттіңдер. Біз бүгін р әріптерінің айтылуымен жазылу туралы әңгімелер құрастырдық, жаттығулар орындадық. Осымен сабағымыз аяқталды. Ұл р дыбыстары сөздің басында келсе алдынан о дыбыстары естілгенмен олар жазылмайды. Ұл р дыбыстарының сөз басында айтылуы: ылақ, ылас, ылай,